Сәлеметсіздер ме білім алушылар. Бүгін тарих сабағында бізде Қазақстан тарихы кезекті өтетін тақырыбымыз Қазақстандағы ұйымдастыру, оның зардаттары. Жалпы өздерінің тарихтан өтісінде білесіңдер, 1917 жылы патша үкіметі құлап, Ресейде кеңес үкіметі орнаған болатын. Қазақстанда да 1917 жылы қазан айынан бастап кеңес үкіметі орнай бастады. 1918 жылы маусым айларында кеңес үкіметі толық орнады. Кеңес үкіметі орнағаннан кейінгі негізгі кеңес үкіметінің мақсаты бұл бай кулактарды конфискелеп, олардың малдарын орталыққа жинастыру, яғни ұжым құру. Бұл жөнінде 1928 жылы партияның 15 съезінде елде ұйымдастыру науқанын жүргізу туралы қаулы қабылданды. Осы қаулыға сәйкес Қазақстанда да ұйымдастыру науқаны басталды. Бірақ кететін жағдай 1926 жылы Қазақстан өлкелік партия комитетінің басшылығына Голощекин келген. Голощекин Сталиннің идеяларын жүзеге асырушы, әрі мынау қазақ жеріндегі кеңестендіру науқанын әсіре қатал түрде жүргізуші ретінде тарихта қалған болады. Міне 1928 жылы партияның 15 съезінен кейін Голощекин қазақ жерінде кіші қазан науқанын жүргізу туралы бастама көтеріп, қазақ жеріндегі бай кулактар деп малы көп отбасыларының малдарын конфискелеп, оларды бір орталыққа жинастыру, яғни ұжым құру науқанын бастады. Бұл тарихта ұжымдастыру науқаны деп аталады. Осы ұжымдастыру науқанынан ешқандай қазақ ұлттық менталитетін, яғни олардың салт дәстүрін ескермей жүргізу, қазақ халқының қолындағы бар малдың орталыққа ұжымға түскеннен кейін олардың жем-шөптік қалуы, оларды бағуды ұйымдастыру науқанының дұрыс жүргізілуі нәтижесінде малдың қырылуы басталды. Бір айта кететін жағдай, 1929 жылы 1 қаңтарда қазақ халқының қолында 40 миллионнан астам мал болатын болса, 1932 жылдың 1 қаңтарында қазақ жерінде осы бар малдың небәрі 4 миллионнан астамы ғана тірі қалды. Яғни көріп отырсыңдар, 36 миллионға жуық мал қырылды. Осы малдың жаппай қырылуы қазақ жеріндегі ашаршылықты әкелді. 1920-22 жылдары қазақ халқының 1,5 миллионға жуығы қырылса ашаршылықтан, ал 1929-33 жылдары қолдан жасалынған ашаршылықтың нәтижесінде қазақ халқының 2,5 миллионға жуығы аштықтан қырылды. 1,5 миллионға жуығы шетелге қашуға мәжбүр болды. Сөйтіп, қазақ халқының басынан өткізген осы үлкен нәубет кесірінен қазақ халқының саны күрт азайды. Әрине, осы ұйымдастыру науқанына көптеген наразылықтар болды тарихта. Міне көріп отырсыздар, 6,2 миллион халықтың қырылғанына 2,1 миллион қырылған, халық саны 40 жылдан кейін 1930 қалпына келтірілді деп отыр. Бұл әрине кейінгі деректер. Жалпы бар халықтың 50%-ға жуығы, яғни қырылды. 1,5 миллионға жуығы шетелге кетуге мәжбүр болды. Бұл шетелдер Қытай, Монғолия, Ресей, Орта Азияға қарай қашуға мәжбүр болды, қоныс аударуға. Сөйтіп
халықтың біз 50%-ын жоғалтып алдық. Сондықтан қазақ тарихында осы ұйымдастыру науқаны үлкен зардап әкелген науқан болды. Ең бірінші бұл әрине ашаршылық. Ашаршылық халықтың тең жартысы қырылды. Екінші, малдың қырылуы. 40 миллион малдан 4,5 миллионға жуық мал қалды. Яғни 36 миллионға жуық малдың қырылуы. Осы ұйымдастыру науқанына қарсы көрсеткен көптеген халық көтерілістерінің, ұлттық наразылықтарды аяусыз басу, көптеген малы көп бай тумақтар деген жалпы желеумен 2000-нан астам адамның Сібірге жер аударылуы, 3000-нан астам адамның ату жазасына кесілуі, бәрі осы қазақ халқына кеңестік үкіметтің, кеңес үкіметінің, большевиктер партиясының, қазақ жеріндегі орталық партия комитетінің басшылығына келген Голощекиннің жүргізген солақай саясатының нәтижесі деп түсінемін. Әрине, Қазақстандағы алаш зиялылары, алаштан қалған, партиясынан қалған өкілдер, қазақ зиялылары бұл ұйымдастыру науқанына қарсы болды. Не көріп отырсыздар, Қожанов, Сәдуақасов, Мыңбаев, Нұрмақов, тағы басқа көрнекті саяси қайраткерлер ұйымдастыру науқанының дұрыс емес екенін, бұл қазақ халқына тек қана зардап әкелетіндігін көрсетіп, өз наразылықтарын білдірді. Бірақ әрине бұл наразылықтар Москва тарапынан қатал сынға алынып, наразылық көрсеткен халықты артына ерген қазақ зиялылары толығымен 34 жылдары, кейін 36-37 жылдары батып кетті. Міне балалар осында қазақ тарихындағы ұйымдастыру науқанының өте үлкен зардап әкелген. Үлкен зардаптың ең бастысы бұл әрине ашаршылық. Разрешение?